Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады, сол үшін арнаға тіркеліп видеоға лайк басып қоямыз достар. Ең үлкен мотивация сол болады, реклама болмайды, сол үшін арнаға тіркеліп қоямыз. 22 жастағы боксшы Жәнібектің титулдарын алып кетуге Қазақстанға келмек. Орта салмақтағы америкалық Джахер Такер дивизиондағы әлем чемпионы Жәнібек Әлемханұлымен жекпе-жек өткізгісі келетінін мәлімдеді деп хабарлайды. Әлемханұлы жаңа қарсылас. Такер жеңісі соншалықты сенімді, сонша ол бұл жекпе-жек үшін Қазақстанға келуге дайын екенін айтты. Мен Жәнібекпен 24-25 жасқа толмай-ақ тұрып жұдырықтасқым келеді. Оның еліне барып, белбеулерін тартып алып үйге қайтамын, дейді 22 жастағы Такер The Boxing Vice берген сұхбатында. Джахер Такер кім? Такер кәсіпқой бокспен 16 жасынан айналыса бастады. Бір жылдан кейін ол Жәнібек Әлемханұлында ісін жүргізетін Top Rank промоутерлік компаниясының келісімшартқа отырды. Америкалық боксшының келесі жекпе-жегі 25 маусым Нью-Джерси штатының Нью-Йорк қаласында өтеді. Қарсыласы жергілікті Лоренсо Симпсон. Такер кейінгі жекпе-жегін 5 сәуір күні Лас-Вегаста өткізіп, тәжірибелі британиялық Трой Уиллисті төрешілердің шешімімен жеңді. Осылайша ол карьерасындағы жалғыз жеңілісін жапты. Сол күні Астанада Жәнібек Әлемханұлы франциялық Ануэль Нигаместині 5 раундта нокаутқа түсіріп, IBF және WBO титулдарын қорғады. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.